Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге кандида грибогының салдарынан пайда болатын инфекциялық аурулар туралы айтатын боламын. Негізі кандидаға келетін болсақ, бұл ауыз қуысында, асқазанда азғантай мөлшерде кездеседі. Сонымен қатар аяқта жыныс мүшелерінде, ерлерде, әйелдерде кездесетін зеңнің әсерінен пайда болатын инфекциялық ауру болып келеді. Бұл инфекциялық аурудың негізгі қоздырғышы кандида зеңі болып келеді. Бүгін мен сіздерге әйелдерде кездесетін кандид, яғни зеңнің әсерінен пайда болатын инфекциялық ауру туралы айтатын боламын. Мысалы қарастыратын болсақ, әйелдерде бұл кездесіп жатады. Бұл инфекцияға келетін болсақ, творог, яғни ірімшік тәрізді болып келеді. Бұл үнемі жыныс мүшелері қышиды, қызарады, зәр шығарған кезде ауырсыну сезімі байқалатын болады. Бұндай жағдайларда бұл инфекцияны осындай белгілер арқылы анықтауға болады. Негізгі бұл инфекцияның негізгі қоздырушы көзі бұл адамдардың, яғни дұрыс емес факторлардан болып келеді. Ол дұрыс емес факторлардың біріне келетін болсақ, ол яғни дұрыс емес киінген жағдайда, мысалы үшін ыстық, яғни денеңізге ыстық, жылы болған жағдайда, осы грибок жылы болған жағдайда дамиды, яғни синтетикалық ауа өткізбейтін киім киген жағдайда дамиды. Сонымен қатар бұл грибоктың негізгі жақсы көретіні, бұл тәттіні жақсы көреді. Полисахарид тәттіні жақсы көргендіктен тәттіні көп тұтынатын адамдарда, науқастарда көп кездеседі. Яғни тәттіні тұтынудың арқасында бұл грибоктың өте бір дамуына жақсы жол қоямыз. Сонымен қатар ауа өткізбейтін, терлейтін жағдайда пайда болады деген, бұл терлейтін жағдайларда осындай грибокты инфекциялық аурулар пайда болады. Олай дейтін себебіміз, ол жерде ауа болмағандықтан ол грибоктардың өсіп дамуына көп өзінің септігін тигізеді. Сондықтан да бұл грибокпен емделмек үшін бірінші себеп салдары, яғни бұның себебі осындай бір жағдайлардан болды деп қарастырып, сіз өзіңіздің өмір сүру, яғни салтыңызды өзгертуіңіз керек. Мысалы, тәттіні көп тұтынатын болсаңыз, сіз тәттіні азайтуыңыз керек өзіңіздің тамақ рационыңыздан. Сонымен қатар, егер де сіздің киіміңіз дұрыс емес, қолайсыз жағдай туғызатын болса, яғни синтетикалық киімді тұтынатын болсаңыз, ол киімдеріңізді өзгерткеніңіз дұрыс. Синтетикалық жылы киімдер, сонымен қатар әйелдерде көп қолданатын прокладкалардың әсерінен болып отырады бұл инфекция. Сондықтан да сіз осыған бірінші кезекте мән беруіңіз керек. Екінші кезекте бұл инфекцияны ешқандай да, яғни халықтық еммен ем жүргізуге болмайды. Ол емдер көмектеспейді, халықтық ем жүргізген жағдайда да көмектеспейді. Бұл инфекция кейбір әйелдерде ол бір реттік свечалар тағайындалу арқылы емдеп алуға болады. Ал кейбір әйелдерде бұл инфекцияны 6 айға дейін комплексны, яғни схемамен дәрігерлер, гинеколог дәрігерлердің көмегіне жүгіне отырып қана емдеуге болады. Сонымен қатар айтатын болсақ, бұл инфекцияны көп жағдайда, мысалы үшін қарастыратын болсақ, бір реттік деп айтқанымдай, бұны бір ғана кей жағдайларда болады, бір ғана свечаны, мысалы үшін бір свеча тағайындалатын болса, ондай свечалар дәріханада көптеп кездеседі. Мысалы алатын болсақ, оларға тержинанды жатқызуымызға болады, лимента деген свечаны жатқызуымызға болады, полижинакс деген свечаны жатқызуымызға болады, клотримазол деген свечаларды жатқызуымызға болады. Бұл айтқанымдай, бұндай әйелдерде, яғни творожный ірімшік тәрізді бөлінділер бөлініп, қышып, яғни жыныстық органдар қышып, күйдіргі бір сезімі, немесе кіші дәретке барған кезде жағымсыз болған жағдайда осындай дәрі-дәрмектер гинекологтардың кеңесімен алып қолдануға болады. Енді бұл көп жағдайларда ұзақ уақытқа дейін қайтпай жүретін науқастар болады. Ондай науқастарға ол кісілерге лабораториялық зерттеулер жүргізіледі. Бірінші кезекте зерттеулер жүргізіледі. Яғни мазокты алып, гинеколог дәрігер мазокты алып, оны бактериологиялық лабораторияға береді. Сол кезде ол кандидтің дәрежесіне қарай ол міндетті түрде кешенді ем тағайындалады. Оған мысалы қарастыратын болсақ, кешенді емнің ішіне бұл түрлі
зеңге қарсы таблеткалар қолданылады. Оларға мысалы алатын болсақ, мынандай нистатин таблеткасы, флунол таблеткасы, міне көріп отырсаңыздар, флуконазол таблеткасы тағайындалады. Осы таблеткаларды 1 күн немесе 7 күнге дейін тағайындалады да, бұл таблеткалармен қоса мынандай бетадин, кешкі мезгілде бетадин свечасы да тағайындалып жатады. Жоғарыда айтқандай тержинан, клотримазол, неопенетран деген свечалар бар. Сонымен қатар полижинакс деген мынандай свечалар бар. Бұлар тағайындалып жатады. Бұлардың негізгі әсері, яғни бұлар тройной, үш бірдей қызмет атқарады. Қышуды басады, қызаруды азайтады, сонымен қатар грибокты өлтіруіне көмектеседі. Қабынуды басады, қызаруды басады, сол жердегі грибоктың өліп жоюына көмектесетін болып келеді. Оны гинеколог дәрігерлер өзі кейбір әйелдерде ұзақ уақытқа созылатын кандида бактериясының тіпті 6 айға шейін созылатын түрлері болады. Ол схема түрінде емделеді. Мысалы 1 ай емделіп, одан кейін келесі айда тағы тағайындалып, солай 6 айға шейін тағайындалады. Енді бұл жерде емнің құрамына иммундық жүйені көтеретін дәрі-дәрмектер тағайындалады. Оларға келетін болсақ, циклоферонның таблеткасы бар, уколы бар, полиоксидони деген свечасын қосымша тағайындап жатады, немесе уколын тағайындап жатады. Сонымен қатар лактобактерия, бифидобактерияны қалпына келтіру үшін асқазандағы осы линекс, нормабак дегенде таблеткалар осы свечалармен бірге қосып тағайындалады. Өйткені асқазаныңыздағы, жалпы ағзаңыздағы иммундық жүйеңіздің әлсіреуінен пайда болады. Біздің ағзамыз жалпы айтатын болсақ, қандай жағдай болмасын, барлық аурулармен күресуге өзі бейім болады. Ағзамыз өзі күресіп жатады. Біз ол ағзаға сол күресіп жатқан кезінде, мысалы үшін, ол жеңе алмай жатады. Күрескен кезде оған ағзаға бағынбайтын, жеңе алмайтын жағдайлар болады. Ол дегеніміз, яғни иммундық жүйенің тапшылығы болып келеді. Сондықтан да иммундық жүйені реттеу үшін бізге міндетті түрде витаминотерапия тағайындалады. Витамин С-ны қолдансаңыздар болады. Вирустық инфекциялы ауруларға алдын аласыздар. Сонымен қатар цинкті қолдансаңыздар болады. Цинкті қолданған жағдайда түрлі осындай инфекциялы аурулар сізге бейім болмайтын болады. Сонымен қатар қазіргі таңдағы диетаны сақтасаңыздар болады. Қазіргі таңда көптеген тағамдар бар, диеталық тағамдар, соның ішінде диеталық тағамдар ретінде қолдансаңыз болады. Оларға мысалы көкөністер, жемістер жатқызуға болады. Ал краскасы бар, красителі бар тағамдарды қолданбағандарыңыз дұрыс. Осы краскасы, красителі бар тағамдардың әсерінен грибоктардың дамып өршуіне сіздер жол бересіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер түсінбеген ақпараттарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады.